Bismillahirrahmanirrahim. Binyamin inda Yusuf. Binyamin Yusuf'tың қасында. ودخل إخوته من أبواب متفرقة كما أمرهم أبوهم. Ағалары, әкелері бұйырғандай әртүрлі есіктерден кірді. Авасулы иля Юсуф, және Юсуфке келді. ولما رأى يوسف بنيامين فرح جدا وأنزل في بيته. Юсуф Беньяминді көргенде қатты қуанды және оны өзінің үйіне орналастырды. وقال يوسف لبنيامين إني أنا أخوك. Юсуф Беньяминге шынымен де мен сенің бауырымын деді. وطمأن Буньямин тынышталды, көңілі орнықты. ولقي يوسف بنيامين بعد زمان طويل. Юсуф Беньяминмен ұзақ уақытқа дейін жолықты. فذكر أمه وأبوه وذكر بيته وذكر صغيره. Сөйтіп ол анасын, әкесін, үйін және балалық шағын еске алды. وأراد يوسف أن يبقى عنده بنيامين يراه كل يوم. Юсуф Беньяминнің өз қасында қалуын, оны күн сайын көруді қалады. ويكلمه ويسأله عن بيته. Онымен сөйлесуді және үйі туралы сұрауды қалады. ولكن كيف السبيل إلى ذلك وبنيامين راجع غدا إلى كنعان. Бірақ бұған жол қайсысы, яғни егер Беньямин ертең Канағанға қайтатын болса. وكيف السبيل إلى ذلك وإخوة عاهدوا الله على أن يرجعوا. Бұған қалай жол болсын? Егер ағалары оны өздерімен бірге қайтаруға Алланың атымен уәде берген болса. وكيف يمكن ليوسف أن يحبس بنيامين عند بغير السبب. Юсуфке Беньяминді себепсіз өз қасында ұстап қалу қалай мүмкін болмақ? ويقول الناس قد حبس العزيز عنده كنعانيا بغير سبب إن لظلم عظيم. Сонда адамдар, яғни уәзір, өз қасында бір канғанықты себепсіз ұстап қалды. Бұл үлкен әділетсіздік демей ме? ولكن يوسف كان ذكيا عاقلا. Бірақ Юсуф зерек әрі ақылды болатын. كان عند يوسف إناء ثمين وكان يشرب فيه. Юсуфтың бағалы бір ыдысы бар еді, ол содан сусын ішетін. ووضع هذا الإناء في متاع بنيامين. Ол бұл ыдысты Буньяминнің жүгінің, яғни заттарының ішіне қойды. وأذن مؤذن إنكم لسارقون. Сосын бір айғайлаушы, шын мәнінде сендер ұрысыңдар деп айғайлады. والتفت الإخوة وقالوا ماذا تفقدون. Ағалар бұрылып, не жоғалттыңдар деді. قالوا نفقد سواع الملك ولمن جاء به حمل بعير. Олар патшаның су ішетін ыдысын жоғалттық. Оны тауып әкелген адамға бір түйе жүк сыйлық бар деді.
وقالوا وقالوا تالله لعلمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقون. Олар бауырлары, Алламен, Алланың атымен ант етеміз, біздің бұл жерге бұзақылық жасау үшін келгенімізді, бұзақылық жасау үшін келмегенімізді сендер жақсы білесіңдер, біз ұры емеспіз деді. Қолу фама жазауху ин кунтум кәзибин. Мысырлықтар болса, егер өтірікші болсаңдар, оны ұрлықтың жазасын едеді. Қолу жазауху мән уджида фи рихлихи фахуа жазауху кәзалика нәжзи залимин. Олар кімнің жүгінен табылса, оның жазасы сол адамның құл ретінде өзі қалуы. Біз залымдарды осылай жазалаймыз деді. وخرج إناء من متاع بنيامين فخجل الإخوة ولكن قولوا من غير خجل. Ыдыс Буньяминнің жүгінен шықты. Ағайындылар ұялып қалды, бірақ ұялмастан былай деді. Ин есриқ Биньямин фақады сарақа ахун лаху Юсуф мен қабыл. Егер Биньямин ұрласа, бұдан бұрын оның ағасы Юсуф та ұрлаған болатын. Васамиа Юсуф хазал бухтани саката валам игдаб вакана Юсуф каримун халимун. Юсуф бұл жаланы естіді де үндемеді және ашуланбады. Юсуф жомарт, кеңпейіл әрі ұстам деді. وقالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إن نراك من المحسنين. Олар, ей Азиз, уәзір, мырза, шын мәнінде оның өте кәрі әкесі бар. Сондықтан оның орнына бірімізді қалдыр. Расында біз сені жақсылық жасаушылардан көреміз деді. Қалу маазаллахи ән нәхуза илля мән ваджадна мата'ана индаху инна изал ла залимун. Ол Юсуф затымызды кімнен тапсақ, содан басқаны алуды Алла сақтасын. Олай істесек, біз залым болар едік. وهكذا بقي بنيامين عند يوسف وفرح الأخوان جميعا. Осылайша Беньямин Юсуфтың қасына қалды және екі ағайынды Юсуф пен Беньяминді бірге қуанды. إن يوسف كان واحدا منذ زمان طويل لا يرى أحدا من أهله. Юсуф ұзақ уақыт бойы жалғыз болды. Өз отбасынан ешкімді көрмеген еді. وقد ساق الله إليه بنيامين أفلا يحسبه عنده يراه ويكلمه. Алла оған Беньяминді айдап әкелді, алып келді. Енді оны қасына алып, көріп сөйлесіп тұру үшін қалдырмас па еді. وهل من الظلم أن يقيم أخ عند أخيه أبدا. Ағасы қасында інісінің қалуы әділетсіздік пе? Істе олай емес ешқашан.